Қайырлы күн оқушылар. Бүгін математика сабағынан бақылау жұмысын алатын боламыз. Бұл екінші 90-ның қорытынды бақылау жұмысы. Яғни бақылау жұмысы арқылы сіздердің өткен тақырыптарды қалай меңгергендеріңізді анықтайтын боламын. Алдымен тапсырмаларға назар аударайық. Тапсырмалар екі нұсқада беріледі. Балалар, біздің сыныпта екі топқа бөлінгенбіз, солай ма? Бірінші топ және екінші топ. Сол бірінші топтар бірінші нұсқаны орындайды, екінші топтар болса екінші нұсқаны орындайды. Енді қарайық. Бірінші нұсқаның тапсырмаларын түсіндіре кетейін. Алдымен дәптерімізді ашып, бақылау жұмысы дәптерін ашып, оған бүгінгі ай күнді жазамыз 9 желтоқсан деп. Содан соң әркім өз нұсқасын жазып қояды. Бірінші нұсқа, екінші нұсқа деген сияқты етіп. Енді бірінші нұсқаның бірінші тапсырмасына қарайық. Бұл жерде өрнектер берілген амалдарды орында дейді. Демек, бұл жерде егер өрнектің ішінде қосу, азайту, көбейту, бөлу аралас келсе, алдымен көбейту мен бөлуді орындаймыз. Демек, мен 32-ні алдымен 4-ке бөлемін. Оны қарындашпен мәнін үстіне жазып қойсам болады. 8-ге 14-ті қосамын. Мәнін мына жерге жазамыз. Түсінікті ме? Енді жазбашаны дәл осылайша мінеки осы жерге орындайтын боласыздар. Екінші тапсырмада біз салыстырамыз. 1 сағат 30 минут және 80 минут. Біз бұл жерде шамаларды теңестіреміз. Яғни 1 сағатта 60 минут болатын болса, 60 минутқа 30 минутты қосып жібереміз. Демек, 90 минут болды. 1 сағат 30 минутымыз 90 минут және 80 минутты салыстыруымыз керек. Қай жақ көп, артық, кем, тең таңбаларын қоямыз. Үшінші тапсырмада тіктөртбұрыштың ұзындығы 5 см, ал ені одан 2 см кем. Периметрді тап дейді. Тіктөртбұрыштың периметрін табу үшін алдымен оның енін тауып аламыз. Яғни 2 сантиметрге кем дейді. 5-тен 2-ні азайтамыз. Ал содан соң периметрін табамыз, яғни ұзындығы мен енін қосып, оны 2-ге көбейтеміз. Енді 4-ші есепте орамда 54 метр мата бар. Осы матадан әр қайсысына 3 метрден жұмсап 9 көйлек тігілді. Неше метр мата қалды? Бұл екі амалдан шығарылатын құрама есеп. Оны бір жолға жазсаңыздар да болады, немесе бірінші амал, екінші амал деп жазсаңыз болады. Ескеретін нәрсе жауабын толық жазамыз. Тапсырмалар түсінікті ме бірінші нұсқаның? Енді екінші нұсқаға назар аударайық. Әрине, бірінші нұсқа мен екінші нұсқа бір-біріне ұқсайды есептері, тек қана сандары ғана басқа және есептері басқа. Ал бірақ орындайтын тапсырмалар бірдей. Қараймыз. Бірінші тапсырмада сіздер де дәл солайша ай күнді жазып аласыңдар. Екінші нұсқа деп жазып аламыз екінші нұсқаны. Ал одан соң екінші нұсқаның бірінші тапсырмасында дәл бірінші нұсқаныкіндей етіп тапсырманы орындаймыз. Алдымен көбейту мен бөлу орындалады, одан соң барып азайту мен қосу орындалады. Екінші тапсырмада шамалар теңестіреміз де, одан соң барып салыстырамыз, салыстыру белгісін қоямыз. Мысалы, 3 тәулік пен 38 сағат салыстыру үшін 3 тәулікті сағатқа айналдырамыз. Үшінші тапсырма. Тіктөртбұрыштың ені 4 см, ал ұзындығы одан 3 см ұзын. Тіктөртбұрыштың периметрін тап дейді. Яғни, оның алдымен ұзындығын тауып аламыз. Ол А дегеніміз 3 см ұзын екен. Көріп отырмыз ба? 3 см ұзын болатын болса, біз
ұзындығын табу үшін 4-ке 3-ті қосамыз. Ал одан соң периметрін табамыз, мына жерге жазамыз. Периметр табу формуласын білеміз. Ұзындығы мен енін қосып, оны 2-ге көбейтеміз. 4-ші есепке назар аударайық. Папка дайындау үшін балалар 50 парақ дайындады. Әрқайсында 4 парақтан кетіріп, 8 папка дайындалды. Неше парақ қалды дейді. Барлығы 50 парақ дайындағы, 50 парақ, соның 4 парақтан 8 папка дайындапты. Сонда қанша парақ қалды? Бұл да 2 амалмен орындалатын құрама есеп. Оны бірінші, екінші деп орындасақ болады, немесе барлығын бір жолға жазсақ та болады. Есеп қалайда 2 амалмен шығады. Жауабын толық етіп жазамыз. Мінекей, бақылау жұмысын әдемі көркем етіп жаза қойыңыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.